Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Стамбулдан жалынды сәлемдер болсын. Стамбул қаласы басқа қалалармен салыстырғанда өте қымбат қалалардың бірі. Неге? Өйткені бұл жерде өте көп туристердің келуіне байланысты. Туристер көп болғаннан кейін де бағалары басқа қалалармен салыстырғанда қымбат. Сонымен қатар трамвайларға отыру барысында көптеген жас азаматтар немесе азаматшалар үлкен адамдарға орын бермейді. Қазақстанда немесе Орта Азияда тәртіп өте жақсы екен, үлкендерге құрмет етіп орындар береміз. Айтайын дегенім, ол Түркия немесе Стамбулды жамандау емес. Ондай болмау мақсатында айтып жатырмыз. Сонымен қатар бұл жерде қараңыздар, жерде трамвай бар, жол ережесін сақтамайды. Жол ережелерін сақтамайды, көп халық. Трамвай өтуде қызыл жануда. Туристер өте көп. Малайяда аталатын базарлардың бойы. Стамбулға келіп жатқан болсаңыздар, міндетті түрде Ортакөй, Қапы және орталық Ая София, Сұлтан Ахмет жаққа бармай, трамвай метро отырып, қаланың сырт жағына барып тамақтаңыздар. Шамал болсын, қаражат жағынан жеңілдеу болады. Екеуінің айырмашылығы өте үлкен. Осы тұрып жатқан Стамбулдың орталығында туристер көп жақтарында жүрсеңіз, барлық нәрсе қымбат, заттар да қымбат, киімдер де қымбат, тамақтар да қымбат, гостиниялар да қымбат. Алайда қаланың сырт жағына отырып трамвайдың шет жағына баратын болсаңыз, ол жақта заттар өте арзандау. Сіздерге пайдалы болу үшін тек қана сәттілік. Сізді нағыз Түркия өндірілген киім-кешектер мен басқа да техникалық бұйымдар қызықтырады. Константинополь Түркияның аса ірі қаласы, негізгі сауда, өнеркәсіп және мәдениет орталығы, елдің басты портты қалаларының бірі. Бір-бірімен көпірлер және туннелдер арқылы байланыстырып тұрған ерекше қалалардың бірі деуге болады. Оны еуропалық негізгі және азиялық бөліктерге бөлетін Босфор бұғазының жағалауларында орналасқан. Стамбул халық саны 20 миллион адам. Бұл Түркия халқының 25%-ын құрайды. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.